Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін YouTube'та тағы да выпуск. Бұл бізде шинаны тазартатын боламыз, яғни дисклеріміз, колодкалары, әсіресе қазір зимний шинаға ауыстырып жатырық, мынандай кір болып жатады. Қараңыздаршы, дисктің состояниесі просто. Так, қалай көрсем болады, міне. Қараңыздар, қандай кір болып тұр, міне. Колодканың кірлері неше түрлі. Дәл осында бүгін сіздерге қалай дұрыс тазалау керектігін және қандай профессиональный химия қолдану керектігін көрсететін боламын. Міне. Мынау менің қолымда жақындап көрсетер. Бұл бізде Foam Heroes компаниясының химиясы. Концентрат очистителя шин и дисков. Именно диска шиндарды жақсы кірлерін тазартып беретін болады. Бұл енді профессиональный уход. Сіздер осындай алып көліктеріңізге уход жасаңыздар. Өте керемет, өте кайф береді. Бұл химия араласпаған күйі, бұны араластыратын боламыз. 1-1 немесе 1-5. Енді кірлік деңгейіне қарай. Менге кәдімгідей кір болып тұр. Мен примерно 1-2 араластырам. Мынандай шашатын нем бар. В принципе, бұл да ыңғайлы өте бүйтіп, қараңыздар, шашуға. Качать етіп аламыз да, мына жермен пістеп шашамыз. Бұны да алмай қойсаңыздар болады. Бұдан да арзан бюджетный варианттары мынау себетін болады, піс себетін. Дәл сонда қолдануға болады. И одан бөлек мынандай тверді бізге не керек? Щетка. Бұл щетканың көмегімен біз осылайдан тазартып шығамыз. Ал сөзді қойық, ішке көшейік онда. Мынаның ішінде мен су бар, где-то бір 150-200 граммдай. Осыған мына химиямды қосайын. Міне. Ну, примерно на глаз қоса берем енді, ше. Жетеді. Мұны қараңыздар, ішінде химия тұр. Көрініп тұр видеода, я? Ішінде химия. Осыны жақсылап разбавлять етіп, шайқап алам. О, міне, зор кетті. Енді басын регулировкасы жақсы, өздеріңізге ыңғайлы позицияда қойып алып, жақсылап качать етеміз. Ал, кеп шашайық. Мына беттен түсірсеңіз, оператор. Дәл осылай, нелердегі дискі, қараңыздаршы, нелерге шашып шам, полностью көпіріп, қараңыздар, кірлерін шығарып атыр. Мынау енді жуылмаған машина біраз, қараңыздаршы, өте біраз уақыт жуылмады. Жаңбырдан, қардан кейінгі шағына әсіресе. И одан кейін мен щеткілеп шығам. Осылайынан. Онысы щеткілеп. Бұл бізде тек бірінші этап. Мен қазір екінші этаптан да өткізем. Ол қарапайым, мына самал сушкаға келіп, кәдімгі пена болады, сол пенаны шашамыз. Уже пенаның өзі работает, мына кірін бәрін шығарды. Тоже бұл менде щеткамен щеткілеймін. Жақсылап. Бұл щетка, в принципе, қымбат емес, бір 2 теңге тұрады, зато өте біраз уақытқа да шыдайды. Арнайы детейлинг центрден сатып алғам, өз химиясы сататын жерден. Мына баллонды тазартам. Білесіздер, мына баллонды бір тазартудың өзі жетпейді, жеткіліксіз. Неге өйткені қазір баллонның өзінен пена, қараңыздар, кір болып шығып жатыр, аппақ емес. Идеале пена аппақ болып шығу керек. Сол кезде біздің баллонымыз таза деген сөз. Осыны сумен шайып алайық. Уже қарайтын болсақ, бірінші этаптың өзінен ақ дискі баллондарымыз тап-таза шықты. Бірақ көзге таза болып көрінгенмен, қазір екінші этапты да тексеріп көреміз. Оған да дәл осылай пенаны шашам, кәдімгідей пенаны. И щеткілеп өтем. Көрейік, сол кезде пенамыз ағарып шыға ма әлде қарайып шыға ма? Тексереміз, кеттік. Ал тағы да щеткілеп шығам. Ну, уже пена так сәл ағарып бір жағынан кір болып тұр екен. Значит, әлі де кірлік деңгейі бар. Диск шинамызда ше. Значит, тағы да жуып керек оны. Қараңыздар. Ондай сәл ақ и такой кірлеу сияқты болып шығып тұр. Баллон әлі де дұрыс таза емес. Значит, әлі де жуу керек бұны дұрыстап. Неге жуу керек дейтін болсаңыздар, қазір біз бұдан кейін бұған чернитель жағамыз. Енді өзіміз чернительге неге қызғамыз ғой, ер адамдар боласынша көліктің. И чернитель кейде ұзақ уақыт тұрмай қалады. 2-3 күннен кейін кетіп қалады. Неге өйткені дискамыздың баллондарымыз кір болып тұр. Оны дұрыс тазартпай барып, чернитель жағып жіберетін болсақ, ұзаққа шыдамайды ол. Үшінші этап кетіп жатыр. Бұл пенаны мен екінші рет қайталап сеуіп жатырмын. Енді қазір щеткілеп көрем. Уже кіріне шыға ма екен, шықпай ма екен тексереміз. Ол уже что-то есть. Уже қараңыздар, пена аппақ болып жатыр. Бағана байқасаңыздар кіреді да, қазір аппақ болып шығып жатыр. Значит, уже шинамыз таза и бұған чернитель жағуға дайын десек болады.
Бағана мойкада шинамыз кеппей кетті, су болып тұрды. Мен кеңес беремін, су кезде чернитель болсын, силикон болсын, ештеңе жақпаңыздар, өйткені дұрыс жағылмайды и эффектін дұрыс бермей қалады. Сол үшін кепкенін күттік, сәл бір жол жүргеннен кейін кеуіп қалды, өзі әдемі болып. Енді осыған өзіміздің силиконымызды жақын кеп жатыр. Так, ашамыз аккуратно и былайынан төксек өзі әдемі құйылады. Міне силикон. Енді қараңыздар қандай күшті потолок эффект береді бұл ше. Уже жылтырлап жатыр, мына жақтан қарасақ. Қазір полностью жағып жайық. Жалпы көлікті қалай дұрышу керек дейтін сұрақ мазалап жүрсе, трехфазный, ол туралы мен ютубта видео түсірген болатынмын. Парақшама кіріп көрсеңіздер болады. Осы жерге де ссылкасын қоя кетейін. Ол жерде 3 фазалық мойканы қалай дұрышу керектігін толықтай көрсетіп айтып шықтым. Мына чернитель потолок екен же, қараңыздаршы, мына жақ жағылған жер жылдыр эффект беріп тұр. И тіпті баллонның өзі де бір как будто бір нәрсе жағылғандай, қараңыздаршы, әдем болып тұр. Неге десеңіздер, бағанағы біздің состав бар ғой, именно шинді тазартатын. Соның арқасынан мынау әдемі матовый гладкий болып қалды. Матовый қараңыздаршы, тап-таза. Кірі де шықпайды. Осылай бір мәрте, екі мәрте тазартып тұрыңыздар міндетті түрде. Қазір мен толықтай силикон жағып, сіздерге нәтижесімен бөлісем. Ал видеоны қарайтын болсаңыздар, шинамыз керемет жылтырлап тұр ше. Не знаю. Мына жердегі жуылмаған и чернитель силикон жағылмаған енді көрсекші адамдарға. Мынау енді кәдімгідей болотадан шыққандай ужас болып тұр ғой. Ал мынау біздің жуылған дискамыз, шиналарымыз міне көрсетіп жібер. Потолок жылтырлап тұр ше. Өзіме ұнайды үстіп. Сәл баллоным кір болып тұрса барып жуып, чернителін жағып, силиконын жағып, ретке келтіріп қоям, өйткені қай жерге барсақ та әдемі болып жүрген күшті ғой өзімізге. Плюс шиналарымыз жылтырлап тұрса керемет болды ше. Осылай, дәл осылай химияларды алып көрсеңіздер болады. Енді бұл более профессиональный, сәл қымбат жүретін химиялар. Бұдан да арзандарында көрсеңіздер болады. Бұл неге силикон жақсы деймін? Біріншіден стойкость ұзақ береді, блеск жақсы береді и гидрофоб береді. Мысалы мен қазір су шашатын болсам, шина өзіне су сіңдірмейді. Керісінше суды антидоз жаққандай шығарып тастайтын болады. Оны да қазір көрсем сіздерге. Сол үшін осы силиконды таңдаңыздар, более профессиональный химияларды. А так маған результат өзіме ұнап тұр. Комментарийге ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Жалпы қалай ойлайсыздар? Керек нәрсе ма, керек емес па? Енді автолюбительдер оценит, думаю, ше, осылай химияларды. Сондықтан өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Жалпы силиконның да арзан версиялары да бар. Mafra компаниясы, Shine Systems компанияларынан бір 4000 теңге, 3000 теңге тұрды Каспиге кіріп қарайтын болсаңыздар ше. Соны алып көре беріңіздер хотя бы ше. Олар да жақсы, жаман емес. Таныс адамдардан көргем қолданған эффекттері жақсы мақтап жатыр. Шинамыз бағана айттым ғой, гидрофобты күшті береді деп. Соны тексергім келіп тұр, қараңыздар. Су шашам, су тұрмайды, көрдіңіздер ма? Түсіп кетеді астына ше. Шашам, түсіп кетеді. Өзі сындырмайды да, керісінше не істейді, суды сыртқа шығарып тастайды. Бұл жаңбырлы, қар, лай погода кездері өте жақсы. То есть шинаңыздың несі құрылып кетпеуін сақтап отырады. Сол үшін өз бағасын ұстайды, қараңыздар. Суды сындырмайды. Даже тексерек былай. Мына жерде жуылмаған и химиясы жағылмаған шинаға мен шашайын. Суды қараңыз сындырып алды. Көрдіңіздер ма? Впитывать етіп алды өзіне ше. Міне, оны өзіне сындырып алды. Ал анау керісінше суды сындырмеді. Мен видеомызды қорытындылайық. Дәл осы көлігіміздегі шина дискілерімізге жақсылап химиясын шашып, өзінің профессионалды уходын жасадық. Результаттарын да көрдіңіздер. Қазір арасында міндетті түрде көрсетеміз. Жалпы осы көлікке дұрыс уход жасау бойынша қазақ форматтағы контентті мүлдем көрмедім ютубта. Сол үшін алғашқылары болып өзім түсірді, жөн көрдім. Сондықтан міндетті түрде қазақ бір-бірін қолдамаса кім қолдайды демекші. Лайк басып, комментарий жазып, подписка істеңіздер. И міндетті түрде нерде колокольчик бар тұрады. Соны басыңыздар. Келесі менің шыққан видеоларымды алғашқылары болып көріңіздер. Және комментарийге келесі тақырыпта қандай видео түсірейін. Енді өзім ойлап тұрмын, салонға химчистка жасаймыз ба деген секілді вопростарды комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде оқимын, қараймын. Баршаңызға ассалаумағалейкум.